Барлық капиталистер шын мәнінде сіздің бұл логиканы түсінгеніңізді қаламайды. Себебі бұл қағиданы түсінген адамды оңай басқару мүмкін болмай қалады. Қарапайым адамдарды төменгі сатыда мықтап ұстап тұрған көрінбейтін бұғаулар да өздігінен жарамсыз болады. Бүгін мен бос сөз айтып, құрғақ уәде бермеймін. Тек бір-бірімен тығыз байланысқан, қадам-қадаммен құрылған 4 жасырын кедейлік тұзағын толықтай талдап берем. Неліктен бұл тұзақтар сіздің байлығыңызды, уақытыңыз бен болашағыңызды білдіртпей құрдымға жіберіп жатқанын түсіндіремін. Сондай-ақ көптеген адамдар қанша тырысса да, неге әлеуметтік сатымен жоғары көтеріле алмайтынын айтам. Күні бойы тыным таппай жұмыс істесеңіз де, ақша жинай алмайтын кездеріңіз болды ма? Тағдырыңызды өзгерткіңіз келсе де, қандай да бір көрінбейтін күш сізді үнемі кері тартып тұратын сияқты ма? Егер сізде осындай күдіктер болса, құттықтаймын. Сіз енжарлықтан арылып, ояна бастадыңыз. 2019 жылғы Нобель сыйлығының иегерлері жазған «Кедейлік мәні» атты еңбекте бұл туралы баяғыда айтылған. Көптеген адамдардың қиын жағдайға тап болуы еңбектің аздығынан емес, мұқият жасалған жүйелі тұзаққа түсуінен. Мұндай тұзақтың алдында жеке адамның талпынысы көбіне түкке тұрғысыз болып қалады. Америкалық жазушы Барбара «Төменгі сатыдағы өмірім» кітабында өзі бастан өткерген ащы шындықты жазған. Кедейлер жалқау емес, тек олардың бар күші күн көруге жұмсалады. Сондықтан болашаққа инвестиция салуға мұршалары жоқ. Бұл тұзақ өзара байланысқан 4 көрінбейтін биік қабырғадан тұрады. Олар қарапайым адамдардың тағдырын өзгертуге қажетті ең құнды ресурстарын, уақытын, қуатын, ойлау қабілеті мен ақшасын білдіртпей сарқиды. Енді мен әрбір тұзақтың жұмыс істеу принципін, зиянын және одан шығу жолдарын егжей-тегжейлі түсіндіріп беремін. Біріншісі, арзан ойын-сауық тұзағы. Бұл адамның әлеуетін жоюдың ең жасырын түрі. Көбіңіз «Жаһандану тұзағы» кітабында алғаш рет айтылған ащы теория туралы естіген боларсыз. Бұл нәрестені жұбататын емізік секілді, арзан әрі қызықты ойын-сауықтарды пайдалану деген сөз. Қарапайым адамдардың бос уақытын осындай нәрселермен толтырып, оларды жалған қуанысқа бөлу арқылы ойланудан, қарсыласудан және шындыққа көз жеткізуден бас тартқызады. Қазіргі заманда бұл әдістер бұрынғыдан да жасырын әрі тиімді бола түсті. Қысқа видеолар, мағынасыз ойындар, тікелей эфирдегі сауда-саттық пен өсек аяңдар. Әрбір өнімді кәсіби мамандар алгоритмдерді, психологияны және мінез-құлық дизайнын қолдана отырып мұқият жасап шығарады. Олардың мақсаты біреу-ақ: сіздің уақытыңызды алу және жүйкеңізді босаңсыту. Нәтижесінде сіз уақыттық ләззатқа алданып, өмірдің қиындықтары мен өсу жолындағы қиындықтардан қаша бастайсыз. Өмірде мынадай қатал заңдылық бар. Табысы төмен адамдар ойын-сауыққа көп уақыт жұмсайды. Көбісі күніне 5-6 сағаттап видео қарайды. Таңертең тұра сала, әрі ұйықтар алдында да телефоннан баса алмайды. Тіпті тамақ ішкенде, жолда немесе дәретханада болғанда да телефонға үңіледі. Осылайша уақыт босқа кетеді, зейін жоғалады және терең ойлау қабілеті біртіндеп өшеді. Капиталистерге сіздің бүкіл уақытыңызды осындай арзан ойын-сауыққа жұмсағаныңыз өте тиімді. Өйткені уақытыңызды көңіл көтеруге жұмсасаңыз, білім алуға, өзіңізді дамытуға, өміріңізді жоспарлауға және табыс табу жолдарын іздеуге уақыт қалмайды. Ең қорқыныштысы, бұл тұзақ келесі ұрпаққа да әсер етіп жатыр. Көптеген ата-аналар оңай жолды таңдап, баласына телефон бере салады. Осылайша ойын мен видеолар ата-ананың орнын басады. Балалар жастайынан осындай нәрселерге үйреніп, олардың зейіні, сабыры, логикасы мен оқуға деген ынтасы төмендейді. Олардың ойлау қабілеті шектеліп, болашақта бәсекеге қабілетсіз болып өседі. Арзан ойын-сауық тұзағының ең жаман жері, ол сізге ешқандай пайда әкелмейді, бірақ ең құнды ресурсыңыз болып табылатын уақытыңызды ұрлайды. Мұның нәтижесі бірден байқалмауы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе, адамдар арасындағы айырмашылық жер мен көктей болады. Сіз демалып жатырмын деп ойлайсыз, бірақ шын мәнінде өз болашағыңыздан біртіндеп бас тартып жатырсыз. Көңіл көтеріп жүріп өлеу кітабында айтылғандай, біз ақыры өзіміз жақсы көретін нәрселердің кесірінен құримыз. Екіншісі, тышқан жарысы тұзағы. Сіздің талпынысыңыз көбіне босқа жүгірумен тең. Бай әке, кедей әке кітабындағы мына бір теңеу көп нәрсені түсіндіреді.
Бұл қазіргі замандағы көптеген адамдардың өмірін дәл сипаттайды. Адам ақша табу үшін бар күшін салып жұмыс істейді, ал тапқан ақшасын бірден қажеттіліктеріне, қарыздарын өтеуге және өмір сүру деңгейін сақтауға жұмсайды. Шығындар көбейген сайын, ол бұрынғыдан да көбірек жұмыс істеуге мәжбүр болады. Жұмыс көбейген сайын басқа жолдарды ойластыруға уақыт қалмайды. Тек уақытын ақшаға айырбастаумен ғана шектеледі. Бұл тордағы тышқан сияқты. Қаншалықты жылдам жүгірсе де, бір орында айналып жүре береді және ешқашан тордан шыға алмайды. Ал шын мәнінде бәрі бұдан да қиынырақ. Қазіргі еңбек нарығындағы бәсекелестік өте жоғары, ал жалақы көбіне тек күн көруге ғана жетеді. Пәтерақы, коммуналдық қызметтер, тамақ, жол шығыны мен байланыс ақысы, мұның бәрі міндетті төлемдер. Айлық түскен бойда қолдың табы кеппей жатып ақ, түрлі шығындарға тарап кетеді де, соңында түк қалмайды. Одан да сорақысы, жұмыс бүкіл уақытыңызбен күш жігеріңізді сарқиды. Таңғы 7-де тұрып, кешкі 10-да үйге қайтасыз, демалыс күндері де жұмыспен өтеді. Ал мерекелерде кез келген уақытта шақыртуға дайын болуыңыз керек. Бизнес орталықтарындағы көптеген ақжағалылар сырт көзге жинақы киініп, тап-таза кеңселерде отырып, жарқырап көрінуі мүмкін. Бірақ негізінде олардың бірнеше 10 жылдық бұрынғы зауыт жұмысшыларынан еш айырмашылығы жоқ. Қайталана беретін, бірін-бірі алмастыра алатын, құны төмен механикалық жұмыстарды атқарып, уақыты мен күшін аз ғана табысқа айырбастап жүр. Ешқандай жинақ жоқ, өсу жоқ, ресурс жоқ. Көптеген төменгі деңгейдегі еңбеккерлер жалқау емес. Олардың байып кетуге мұршасы болмайтындай тым бос емес. Олар күн көру үшін 2-3 жерде жұмыс істеуге мәжбүр. Төсекке бас қоя салысымен ұйықтап қалатындай шаршайды. Жаңа дағдыларды меңгеруге, таныстар ортасын кеңейтуге, мүмкіндіктер іздеуге, немесе өзіне инвестиция салуға мүлде күші жетпейді. Олар уақытты ақшаға айырбастайтын бір жақты жолға мықтап байланған. Неғұрлым көп жұмыс істесе, соғұрлым кедейлене түседі. Ал кедейленген сайын көбірек жұмыс істеуге мәжбүр болады. Бұл тұзақтың ең қорқынышты тұсы, ол адамда еңбекқорлық туралы жалған түсінік қалыптастырады. Сіз өзіңізді күн сайын тым қарбалас, өмірім мазмұнды әрі алға ұмтылып жүрмін деп сезінесіз. Сіз өзіңізге разысыз, бірақ бұл қарбаластың ешқандай жинақтаушы сипаты жоқ екенін білмейсіз. Бұл сізге актив әкелмейді, танымыңызды арттырмайды, ортаңызды кеңейтпейді. Жас ұлғайып, күш кеткенде, ал салада өзгерістер орын алғанда, сіз кенеттен өмір бойы жұмыс істеп, қауіп-қатерге қарсы тұруға қабілетсіз екеніңізді түсінесіз. Үшінші, жүйелену тұзағы. Қолға үйретілген жанның тығырықтан шығуға батылы жетпейді. Бұл тура Шоушенктің құтқарылуы фильміндегі бірнеше ондаған жылдар бойы жабық ортада отырған тұтқын сияқты. Ол бәрі алдын ала жоспарланған, шектелген және ережеге бағынған өмірге әлдеқашан үйреніп кеткен. Ол ақыры еркіндікке шығып, сыртқы әлеммен бетпе-бет келгенде, бойында үміт емес, керісінше қорқыныш, шарасыздық пен түңілу пайда болады. Оны қамап тұрған биік дуалдар емес, ұзақ уақыт бойы қалыптасқан ойлау жүйесі мен әдеттері. Бұл көптеген адамдардың шынайы өмірінің көрінісі. Шын өмірде мұндай адамдар әр қадамда кездеседі. Көптеген адамдар бір қызметте, бір ортада 5, 10, 20 жылдап қалып қояды. Бір жұмысты қайталайды, бір ережеге бағынады, бірдей ақпаратты қабылдайды. Уақыт өте келе олар тәуелсіз ойлау қабілетінен, өздігінен шешім қабылдау батылдығынан және өзгерістерге төтеп беру күшінен айырылады. Олар бейтаныс нәрседен, өзгерістен, белгісіздіктен және жайлылық аймағынан шығудан қорқады. Тіпті қазіргі жағдайы мүшкіл болса да, болашағы бұлыңғыр екенін білсе де, бір қадам басуға батылы бармай, орнында қала бергенді жөн көреді. Кезінде тас жолдағы ақылы бекеттер жойылғанда, ондаған жыл жұмыс істеген қызметкер камера алдында жылап тұрып, мен ақы жинаудан басқа ештеңе білмеймін деген еді. Менің бүкіл жастық шағым осында өтті. Енді ештеңе істей алмаймын. Бұл жүйелену тұзағының ең айқын мысалы. Орта сізді қолға үйретеді, ал сіз өзіңізді шектейсіз. Сіз тұрақтылық деп ойлаған нәрсе шын мәнінде баяу отта піскен бақаның күйі. Сіз қауіпсіздік деп санаған нәрсе ең үлкен тәуекел. Салалық өзгерістер мен технологиялық жаңарулар басталғанда, ойлау жүйесі қатып қалған, дамудан бас тартқандар бірінші болып уақыт көшінен қалып қояды. Кедейлік табиғаты кітабінде де айтылғандай,
Адамды тұсап тұратын ақшаның жоқтығы емес, өзгерістерге бейімделе алмау және батылсыздық. Көп адамда мүмкіндік жоқ емес, бірақ мүмкіндік туғанда олар қорқыныштан немесе жайлылық аймағына байланғандықтан өзгеруден өздері бас тартады. Төртінші, тұтынушылық тұзағы. Бетперде үшін төлеу сізді алғашқы капиталыңызды жинаудан мәңгіге айырайды. Төртінші тұзақ бұл капиталдың ең шебер әдісі. Тұтынушылық арқылы амияныңызды босатып, әлеуметтік деңгейіңізді бір орында ұстап тұру. Сіз мұндай адамдарды көрген боларсыз. Айлығы 3-4 мың болса да, міндетті түрде соңғы үлгідегі смартфонды қолданады. Табысы қарапайым бола тұра, күн сайын танымал сусындар ішіп, бренд киімдер киіп, қарызға батып болса да сән соңынан қуып жүреді. Экономикалық негізі жоқ бола тұра, сәнді кедейлік, салтанат сезімі немесе өзіңді жақсы көрсең сатып ал деген үгіттің құрбаны болады. Олар болашақтағы ақшасын ешқандай құндылық әкелмейтін нәрселерге жұмсайды. Бұл жеке таңдау мәселесі емес. Бұл мұқият жоспарланған психологиялық манипуляция. Капитал жарнама, бақ және блогерлер арқылы қарапайым адамдарға сен не сатып алсаң, сондай адамсың деген бұрмаланған құндылықты сіңіреді. Қымбат бұйымдарды қолдану табыстың белгісі. Танымал орындарға бару салтанатты өмір. Бренд сөмке ұстау жоғарғы тап өкілі болу деп сендіреді. Ол тауарды мәртебемен байланыстырып, төменгі таптан емес екеніңізді дәлелдеу үшін амияныңызды өз еркіңізбен босатуға мәжбүрлейді. Осылайша сансыз адамдар қарыз алып, оны өтеу және қайтадан қарызға бату шеңберіне түседі. Білім алуға, инвестицияға немесе актив жинауға жұмсалатын ақшаны тез құнсызданатын тұтыну тауарларына айырбастап жібереді. Көптеген адамдардың байлық жинай алмауының басты себебі ақшаны болашаққа инвестициялаудың орнына табыс әкелмейтін нәрселерге жұмсауында. Бір қызық құбылыс бар. Табысы орташа көптеген адамдар үстеме құны тым жоғары тұтыну тауарлары үшін ақы төлеп жүр. Көптеген адамдар сыртқы жылтырды сақтау үшін болашағын сарқып, капитал жасаған қиял әлемінде өмір сүреді. Олардың кедейлігі табысында емес, тұтыну туралы түсінігінде. Қажеттілік пен қалауды, шығын пен инвестицияны ажырата алмайды. Абыройды басты қажеттілікке, ал эмоцияны қалыпты жағдайға айналдырған. Бұл тұзақтың түпкі мақсаты сізге ешқашан ақша жинатпау және алғашқы капиталыңыздың болуына жол бермеу. Төменгі деңгейден шығуға қауқары жетпей, өмір бойы капиталға жұмыс істеп, тұтыну үшін ақша төлеумен өтеді. Тығырықтан шығу жолы. Нағыз серпіліс сананың оянуынан басталады. Бұл шындықтар мен заңдылықтар бізге бір түнде байып кетудің айла тәсілдерін үйретпейді, бірақ ең қарапайым ақиқатты айтады. Кедейлік маңдайға жазылған жазу емес, таңдау мен ойлау жүйесінің нәтижесі. Тұзақтан шығып, жетістікке жету үшін дүниені дүр сілкіндіретін өзгерістердің қажеті жоқ. Тек мына 4 нәрсені орындау жеткілікті. Біріншіден, уақытыңызды қайтарып алыңыз. Зейін қою арқылы пайдасыз ойын-сауыққа қарсы тұрыңыз. Бізді құртатын нәрсе жек көретін дүниелеріміз емес, көбінесе жанымыз сүйетін нәрселер. Тығырықтан шығудың алғашқы қадамы ойын-сауық ұрлаған уақытты қайтарып алу. Күн сайын өзіңізге ешқандай кедергісіз 1-2 сағат терең білім алуға уақыт бөліңіз. Қысқа бейнероликтерді өшіріп, пайдасыз ортадан алыстаңыз да табыс әкелетін дағдыны үйренуге ден қойыңыз. Жазу, монтаждау, дизайн, сауда немесе қаржыны басқару. Ұзақ мерзімді құндылығы бар кез келген қабілетті шыңдауға уақыт аямаңыз. Ақпарат тасқыны заманында зейін қоя білу ең таптырмас бәсекелестік артықшылық. Назарын басқара алған адам ғана өз өміріне иелік ете алады. Уақытша ләззаттың болашағыңызды ұрлауына жол бермеңіз. Екіншіден, нәтижесіз қарбаластықтан арылып, құр тырбаңдаудың орнына терең ойлануды үйреніңіз. Бай әке, кедей әке кітабында өте қарапайым, бірақ дөп айтылған сөз бар. Кедейлер уақытын ақшаға айырбастайды, ал байлар активтерін ақша жасауға жұмсайды. Бұл сөз байлық логикасындағы негізгі айырмашылықты айқара ашып тұр. Қарбалас болуды еңбекқорлықпен, ал жұмыста қалуды жетістікке ұмтылумен шатастырмаңыз. Табысыңызды жұмыс уақыты емес, сіздің бірегейлігіңізбен өндіретін құндылығыңыз анықтайды. Аптасына бір рет терең ойлануға уақыт тауып, өзіңізге 3 сұрақ қойыңыз. Қазір істеп жүрген ісімнің 5 жылдан кейін құны бола ма? Менің басты артықшылығым не?
Уақытымды жалақыға емес, активке айналдыра аламын ба? Көбірек кітап оқыңыз, мықты адамдармен араласыңыз. Әртүрлі салаларды зерттеп, ақпараттық шектеулерден шығыңыз. Пайдасыз жүгірісті тоқтатып, күш жігеріңізді тәжірибе жинауға, өсуге және болашақта жеміс беретін істерге жұмсаңыз. Үшіншіден, үйреншікті жайлылықтан шығып, қасан қағидалармен күресіңіз. Мықты адам өзін өзі құтқарады деген сөз кез келген заманға сай келеді. Уақыт көшінен қалып қойғанда өкініп, жұмыссыз қалғанда үрейге бой алдырмаңыз. Өзгеріс қиын болуы мүмкін, бірақ өзгермеу одан да ауыр болады. Кішігірім істерден бастаңыз. Жаңа дағды үйреніңіз, қосымша кәсіп бастаңыз, жаңа орта тауып өмір салтыңызды өзгертіңіз. Әрбір титтей қадам қатып қалған ойлау жүйесін бұзу деген сөз. Әрбір батыл қадамыңыз болашағыңыз үшін жинаған күш қуатыңыз. Есіңізде болсын, нағыз тұрақтылық жайлы жұмыс емес, кез келген уақытта бәрін қайта бастай алу қабілеті. Төртіншіден, ақшаны ақылмен жұмсап, оны тек құны артатын дүниелерге бағыттаңыз. Дәулетті болғыңыз келсе, алдымен ақшаны орынды жұмсап үйленіңіз. Бір нәрсе сатып алмас бұрын өзіңізге бұл маған шынымен керек пе? Бұдан пайда келе ме? Онсыз өмірім қиындап кете ме? Деген сұрақтарды қойыңыз. Сізді дамытатын нәрсе инвестиция, ал ақшаңызды текке құртатын нәрсе шығын. Нағыз мықты адамдар өзін дәлелдеу үшін жылтырақ заттарға мұқтаж емес. Олар тек өзін дамытуға, капитал жинауға және өз құндылығын арттыруға назар аударады. Ойланбай ақша жұмсауды қойып, біреумен жарысудан аулақ болыңыз. Әр тиынды үнемдеп, алғашқы капиталыңызды жинаңыз. Сонда ғана үлкен мүмкіндіктерге жол ашылады. Ең құнды қазақша кітаптарды Телегей сайты немесе қосымшаларынан оқи аласыз.